Индонезиялық зерттеушілер әлемдегі ең үлкен гүл рефлезияны тапты. Ботаниктер тропикал алып өсімдікті Суматра аралынан кездестірген. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Диаметрі 1,22 метрді құраған рефлезия қазір жер бетіндегі ең үлкен гүл саналып отыр. Мыңдаған жыл бұрын алып гүлдер болғанда шығар, бірақ бүгінде ең үлкені осы рефлезия саналады. Батыс Суматрадағы табиғатты қорғау орталығы мамандары хабарлағандай, жаңа рефлезия осыған дейін ең үлкен болып өсіп шыққан гүлдің орнынан табылған. Рефлезия паразит өсімдік. Оның жапырағы мен тамыры болмайды. Өзіне қажетті барлық заттарды өзге өсімдіктің ұлпаларынан арнайы сорғыш тамырлары арқылы алады. Көбіне лиана өсімдігімен селбесіп тіршілік етеді. Бұл гүл өте жай өседі. Өзге өсімдікпен селбесіп гүлдеп шыққанға дейін 9-дан 16 ай уақыт кетеді. Бірақ гүлденгеннен кейін ұзақ өмір сүрмейді. Бар болғаны 3-4 күн ғана жайылып тұрады. Гүлді негізінен шыбындар тозаңдандырады. Себебі рефлезиядан сасыған еттің иісі шығады екен. Рефлезия тұқымдасының 30-ға жуық түрі бар. Оңтүстік және оңтүстік шығыс Азияда өседі.